Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Жаңа жылға сыйақы беріле ме? Бұл сұраққа жауап іздеген болсаңыз, видео соңына дейін тамашалап, видео төмендегі бір ғана лайк және подписывайтесь етемелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Мемлекеттік қызметшілердің жыл сайынғы қандай көлемде сыйақы алатынын айтты деп хабарлайды бақ.кз тілшісі. Мемлекеттік қызметкерлерге берілетін премияның шкаласы, сомасы бар ма? Олардың лауазымына қарай сыйақы беріле ме? Мысалы, қатардағы қызметкермен бөлім басшысы немесе тағы басқалар. Сыйақының мөлшері қалай анықталады деп сұрады журналист. Қаржы министрі Мәдет Тақиев сұранысқа ие сыйақыны әр мемлекеттік орган өзі белгілейтінін атап өтті. Оны мемлекеттік органдар өздері қарайды. Олар үнемделген қаражатты бөліп береді. Оны қалай бөлетінін өздері бөледі. Сонымен, яғни оны әр орган өзі шешеді, деді ведомство басшысы мәжіліс кулуарында. Қаржы министрі Мәдет Тақиев мемлекеттік органдарға берілген қаражат үнемделсе, оның сыйақы алуға болатынын жеткізді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.